Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге болонезе пиццасын жасап көрсетемін. Жасалуы өте оңай, қамыры өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп, оның үстіне бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Аздап шекерімізді, қантымызды және дрожжымызды салып, үстіне сұйық майымызды қосамыз. Бұны зәйтүн майымен алмастыруларыңызға да болады. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды шамамен 40 минуттай тындыруға қоямыз. Бұл кезде қамырымыз ашып, өз формасына келеді. Енді біз оны арнайы пицца пісіретін ыдысымызға салып, бетіне соустарын жағамыз. Соустың толық рецептісі менің YouTube каналымда бар. Астыңғы описаниеге де соустың жасалуының сілтемесін қалдырып кетемін. Соусымыздың үстіне аздап ірімшігімізді сеуіп, оның үстіне тартылған етімізді қойып шығамыз. Және де тәтті бұрыштармен бетіне сеуіп безендіреміз. Пиццамызды духовкада қызып тұрған 20 минуттың, 25 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Қамыры піскеннен кейін қалған сырымызды бетіне түгелдей жағып, тегістеп шығамыз. Енді пиццамызды шамамен 5-7 минуттай қызып тұрған духовкада тағы салып аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын. Ірімшігі өте созылып, дәмі өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.